Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазір бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы қауіп-қатер. Ал сабағымыздың мақсаты түрлі дерек көздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және оларға баға беру. Енді сабағымызды бір сөзбен әдісінен бастайық. Ол үшін сендер мына берілген сөздердің ішінен бүгінгі сабақтағы жағдайларында сипаттайтын 3 сөзді таңдап аласыңдар. Берілген сөздер: қуаныш, немқұрайлылық, шабыт, зерігу, сенімсіздік, сенімділік, рахаттану және алаңдау. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді жұмыс ережесімен келісіп алайық. Яғни сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз және де сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Енді өткен тақырыпты қайталау үшін не істеу керек әдісін қолданамыз. Ол үшін мен 3 топқа тапсырмалар беремін. Яғни бірінші топ су басу қаупі, яғни практикалық жұмыс жасау және оны қорғайсыңдар. Екінші топқа жер сілкінісі, яғни жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шараларын суретпен орналастырып, оны қорғау. Ал үшінші топқа біз табиғатты қорғаймыз жобасын жасау. Жарайсыңдар оқушылар, өткен тақырыпты жақсы меңгеріпсіңдер. Ал енді сендер қалай ойлайсыңдар? Адамның қолымен жасалатын қандай апаттарды білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Яғни өрт, бөлмеге газдың таралуы, су құбырларының таралуы, жарылыстар және тағы басқа да адамның қолымен жасалатын апаттар бар екен. Мына бейнероликке назар аударайық. Қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат әрдайым мұқият болыңыз. Қоғамдық орындарда, көшеде, көлікте, аулада, кіреберісте, баспалдақта, пәтерде күдікті зат байқауын анықтауға тырысыңыз. Көршілерді, жақын маңдағы адамдарды сұрастырыңыз. Ал оның иесі табылмаған жағдайда бұл туралы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Қауіп төндіретін бөтен заттардың белгілері мен сипаты. Оралған қаптама, белгісіз қорап, бөтен сөмке мен портфель, тартылған сымдар мен баулар, сағат механизмінің дыбысы, төмен жиілік дыбыстар. Жақындамаңыз, өз бетіңізбен ашуға, жылжытуға әрекет етпеңіз. Оларға жақын жерде телефон немесе электронды құрылғыларды пайдаланбаңыз. Бұл сізге айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Егер жарылыс қаупі туындап, эвакуация жасалған жағдайда сабыр сақтаңыз. Ауа райына сай киінуді, құжаттарыңызды, құнды заттарыңызды алып шығуды және үйдегі коммуналдық құрылғыларды өшіруді ұмытпаңыз. Ал қауіп халық көп жүретін қоғамдық орындарда, ғимараттарда туындаған жағдайда апаттық шығу белгілеріне назар салыңыз. Қарттарға, мүгедектерге көмек беріңіз. Және аталған нысандарға тек жауапты тұлғалардың рұқсатынан кейін ғана оралуға болады. Қатерді алдын алуда сіздің мұқияттылығыңыз маңызды. Тамаша, ал бұл бейнероликтен не түсіндік? Дұрыс айтасыңдар. Бейнероликте көргендей, біз жасанды ортада өмір сүреміз. Барлығы адамның қолымен жасалған дүниелер жасанды ортаға жатады екен. Енді мына суреттерге назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте тұрмыс құралдары берілген. Яғни сендер тұрмыс құралдарының адамға тигізетін пайдасы мен қауіптілігін айтып берулерін қажет. Тамаша оқушылар. Ал енді өрт шыққанда не істеу керек? Соның ережелерімен таныс болайық. Яғни мына суретке назар аударайық. Өрт кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Біріншіден, ыстық электр құралдарына су шашуға болмайды. Екіншіден, терезені ашпа.
өрт кезінде тығылуға болмайды. Сонымен қатар, үйден тез шығып, қабырғаны бойлап жүр. Түтін иісінен уланбас үшін мұрныңды сулы шүберекпен жап. Содан кейін лифтіні, жеделсатыны пайдаланба. Өрт кезінде көршілерден көмек сұра. Өрт сөндірушілерге хабар беруін өтін дейді. Ал бұл жерде не жайлы айтылған? Қане, кім айтып береді? Дұрыс айтасың. Яғни, үйде бір нәрсе жана бастаса, отты жылдам сөндіруге тырысу керек. Ол үшін жанған нәрсенің үстінен күрпемен жабу керек. Ауа болмаса, от жылдам сөнеді екен. Мұрынды сулы орамал немесе сүлгімен жауып, сыртқа шығу керек. Ал егер от жалыны өрши бастаса, арнаулы орындарға қоңырау шалу қажет екен. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді жұптық жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін сендер кеспе қағаздармен жұмыс жасайсыңдар. Ондағы сұрақтар: өрт болған жағдайда алғаш кімге хабарласасың? Қай нөмірге? Ал екінші сұрағымыз: өрт болған жағдайда ережені қалай сақтайсың? Және соңғы сұрақ: бөлмеден газдың иісі шықса, не істеу қажет? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді серкіп алайық. Ол үшін сендер мына өлеңді қайталайсыңдар. Еркін ұста дененді, тарсылдатпай еденді. Орнымыздан тұрып ап, жүгірейік бір уақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқты алға созайық, тік көтеріп қозғайық. Тым сылбырда болмайық, алға қарай озбайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма деп аталады. Ол үшін мен сендерге сұрақ қоямын, сендер сол сұрақты мұқият тыңдап жауап беріңдер. Ас бөлмеде кранда су тамшылап тұр. 6 минуттың ішінде стақан толады. 5 стақан су 1 литр су болса, 1 сағатта қанша су болады? Ал тәулігіне қанша су ағуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Тамаша, оқушылар. Ал енді сабағымызды бекіту үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрағымыз: табиғатта күтпеген жағдайда орын алатын алапат құбылыс ол қалай аталады? Әрине, ол катаклизм деп аталады. Екінші сұрағымыз: ауа райының белгілі бір аумаққа тән көпжылдық режимі. Тамаша, климат. Үшінші сұрағымыз: жер бетінің ой-қыры, құрлық беті, мұхит түбі бедерінің жиынтығы. Жақсы, жер бедері. Төртінші сұрағымыз: адамның қолымен жасалған қоршаған ортаның бір бөлігі. Яғни бүгінгі тақырыбымыз жасанды орта. Бесінші сұрақ: жоғарғы қабатқа шығу не үйдің төбесіне шығу керек қай жағдайда? Әрине, ол су тасқыны кезінде ғана. Алтыншы сұрағымыз: 112 нөміріне қай кезде телефон шаламыз? Тамаша, төтенше жағдай кезінде. Жетінші: орман өрті, жер сілкінісі, құрғақшылық, су тасқыны қандай тіршілік ортада болады? Әрине, ол табиғи. Сегізінші: гректің аудармасы бойынша көлбеу сөзінің терминдік атауы. Дұрыс айтасыңдар, климат. Тоғызыншы сұрағымыз: табиғат апаттарын алдын ала болжап, сақтану шаралары туралы бабаларымыздың қандай нақыл сөзі бар? Әрине, қамданған қапыда қалмайды. Соңғы сұрағымыз: тілсіз жау. Ол не? Әрине, ол өрт.
өрт, тілсіз жау. Жарайсыңдар оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Сіз өзіңіз үшін жаңа не білдіңіз? Сіз үшін не жеңіл болды? Сізге қай жерде көмек қажет болды? Және де сіздің қандай да бір сұрағыңыз бар ма? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал сендерге үйге су тасқынына байланысты жоба құрастыру беріледі. Сау болыңыздар.